Рухани жаңғыру бағдарламасының жүзеге асыру аясында біз сіздерді Степногорск қаласының сакралдық орнымен таныстырып отырмыз. Алынған жобамыз киелі жер Степногорск көне заманнан бүгінге дейін аталып отыр. Осы жобада елге, халыққа қызмет еткен меценаттың өмірбаянымен, оның істерімен тарихи жолын зерттедік. 1998 жылы Ақсу өзенінің шетінде қаламыздан 6 километрдей Кемал Акишев археологының бастауымен қазба жұмыстары жүргізіліп, қола дәуірдің 3-5 ғасырға жататын заттарды тапқан едік. Қазіргі уақытта оқушылар мен студенттер, қаламыздың жастары осы туристік маршруттарға тарих пәнінің мұғалімдерімен, өлкетану музейінің қызметкерлерімен, өлкетанушылармен зерттеу жұмыстарын өткізіп жатырмыз.